Сондықтан мал деген нәрсе, құрметті жамағат, ол бақыт емес. Кез келген қолмен ұсталатын нәрсе бақыт емес. Ненің бақыт емес екенін білесіздер. Қолмен ұсталатын нәрсе, мысалы жаңағындай, ол біз іздеген бақыт емес, иман едер. Мал қолмен ұстайсың. Оны бақыт деп айтайын десең, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Инна Аллаха юхти дуния лиман юхиббу ва ман ла юхиббу». Алла Тағала бұл дүниені дейді, сүйгеніне де береді, сүймегеніне де береді дейді. Олай болса, ол бақыт бола ма? Ол бақыт бола алмайды. Үлкен көлігің бар, ол бақыт емес. Оны бірден келісіп ал көлігіңе қарап. Көлігіңізге қараңыз да айт, ол бақыт емес дейді. Бұны біл. Сол кезде онымен мәмілең өзгере бастайды ана көлікпен. Басқаша боласыз бастайсың, бұрынғыдай болмайсың. Балаларың отырады. Оны да бақыт деп ойлап қалма. Тура жолды ұстау керек әлі. Намаз қалай болып отыр? Сіз жоқ жерде не істеп жүр? Көрдіңіз ба, емтихан қандай нәрселер. Сондықтан бақыт деген нәрсе ол Алланың разылығы. Мысалы, бүгінгі түніміз, мысалы айтайық, жатар кезіңізде өзімізге қарасақ, егер бүгін Алла разы болса сізден, Алланың білімінде, біз білмейміз ғой оны. Егер Алланың білімінде Алла разы болса сізден, сіз бақыттысыз. Бақыт деген осы. Ал шындап келген кездегі бақыттың ең шынайы көрінісі ол өлім періштесімен кездесетін күні болады. Өлім періштесі келіп, ей жақсы жан шыға ғой дей ма, бақыт басталды. Ана жан тәннен шыққан кезде анаған қарай ұмтылып, кішкентай сәбилерді шақырғандай шақырып алады бүйтіп. Мен сол кезде ей жақсы жан шыға ғой дей ма, міне бақыт. Оған дейін күллі жердің бетіндегі адамзат жабылып жақсы баға берсе, ол сізге берілген Алланың бағасы емес. Сондықтан өмірдегі күллі лайктар өтірік бәрі. Ол сізге Алланың беріп отқан бағасы емес. Бірақ ол адамдардың өзінің көңілі немесе бір ықыласымен сондай нәрсе болып отқан шығар. Ал дизлайк ол бақыт. Өйткені пайғамбарымызға өмір бақи айтылған бұл нәрселер. Пайғамбарымыз саллаллаху жынды деген сөзді айтқан, сиқыршысың деген, өтірікшісің деген, тас лақтырған, мойнына барып жуындыны шек қарын төккен, мысалы қарап тұрсаңыз, ердің жолы екен ол өзі. Құдаймен дос болсаң, қаншалаған адамның нәпсісіне ұнамайтын боласың. Алла Тағала сені пайдаланады өзі үшін. Енді сізге артқа жол жоқ. Ол сені пайдаланады, оның махаббаты солай. Ол сүйген адамға күл төселмейді. Ол сүйген адамның міне уайымы қандай. Еңіреген ер, кешегі Нұхтың атын, Нұхтың өзінің мағынасын сұрайтын болсаң, еңіреген ер деген сөз Нұх деген сөз. Нұх пайғамбар. Көрдіңіз ба?